Ассалаумағалейкум қоңыр бала. Өзінше бастамақсың өмір жаңа. Қоқаңдап қолтығыңда гитараң бар, айтысарға бармеді сөзің жаңа. Бәйгіні құрөгіңе шаппаяқ бер, пазор болып қайтпайын десең бала ай. Уағалейкум ассалам әлиманып, әзіліңе жүреді ау бәриланып. Домбыр ұстап айтысқан түрің құрсын, көрмегенде көрсет тау пәни жарық. Алатын түрің бар ғой алқымымнан, қорқатын мен емеспін жарқылыңнан. Сен түгілі тілеген мен айтысамын, сырдың суы келмейді ау балтырымнан. Ассалаумағалейкум ағатай. Ағатай қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Өсітіп жатсың ғой. Ойбай, кеңіз. Тілеген әділ, ақын жырау аңшы, туған жері Қосмекенді. Ақтоғайға барса шатыршаның астында, шетке келсе бұғылының бауырында. Кемшілігі орысша айтса алмайды. Батыр ананың қасында түнеп шығуды асқан ерлікке балайды. Бірақ тазыдан басқаға жазығы жоқ. Батыр ана демекші жеңгеймен қосылғанына 25 жыл толуына орай самалға барып қыдырғандарын ел айта алмай жүр. Қалғанын өзінен тыңдайық, не дер екен? Армысыз көке, арқа-жарқа әңгіме дүкен алаңына қош келдіңіз. Қоңыр ағатайыңыз айтқандай, паражнек жүрсіз ғой шеті? Мен ылғи паражнек жүрем. Ат көлігіңіз аман ба? Алла деп шүкір, өздеріңіз қалай? Жақсы шүкір. Дөдегөл ордаға кіріп дүниеге көз салып отырсыңдар ғой екеуің. Біздің мынау арқа-жарқа бағдарламасы тура өзіңіз сияқты. Ақында боламыз, әнші, көкпаршыда боламыз. Дұрыс, иә. Тіпті керек десеңіз ән күйден де сабақ береміз біз. Иә, месхат дейсің ғой. Қазақстанда 2 адам тарихты бітіріп ән күйден сабақ берген. Біреу мен тұңғыш, одан кейін сен. Айтыстың ақтан кері тілеген әділіпті халық жақсы таниды. Біле отырсын, қай жақта тудыңыз, қай жақта өстіңіз, сол жайлы айтып кетсеңіз. Енді болған кезде аға, бұны Құрманғазы, бұны бәрі ел біледі негізі. Бұл кісі Қармыстың жігіті ғой, кейіннен Үрмерекке көшіп келген. Оның бәрі халыққа белгілі әңгіме ғой енді. Енді онда басқа сұрақ қояйық онда. Не? Енді айтыс, енді сіз айтыс, бірінші айтыс десе тілеген танимыз, тілеген десе айтыс деп танимыз. Енді айтыстағы ұстаздарыңыз жайлы айта кетсеңіз. Айтыстағы ұстаздарын енді біледі енді. Құрманғазы енді таптаурын сұрақтарды қоя бердің. Аманжол Әлтаев, Қуаныш Мақсұтов, Қойлыбай Асанов деген кісілердің барлығы осы кісінің ұстазы. Сол кісілерге қарап бой түзеген бұл кісі. Енді тағы да айтыста неше машина алды деп сұрақ қойайын деп отырған шығарсың. Бұл кісі 3 машина алған, оның бірін өзің теуіп жүрсің ғой. Енді сен өзі ауыздыға сөз, аяқтыға жол бермейсің, Мұрат. Онда өзің ғой енді. Қызықсың сен. Аға, енді мынау сіздей сал серінің соңынан шәкірт ермеуі мүмкін емес. Тәрбиелеген шәкірттеріңіз бар ма? Өзіңіз айта берсеңіз. Жоқ, өзіңізден естігін. Өзің айта берсең әдемі боламын деп тұрмын. Менің бүкіл өмір байымды бәрін зерттеп апсың. Тілеген танушы болып кетемін ба деп отырмыз. Абай танушы дегенде тілеген танушы болыпсың. Енді мені құрметтеп шақырғандарыңа үлкен рахмет. Сұрақтар енді жаңағы Құрманғазының қойған сұрақтарына өте қалай қиналып тұрғам, жауап берем деп. Бірден суып салып жауап берген Мұрат бауырыма үлкен рахмет. Інісі бардың тынысы бар деген осы. Енді жалпы менің соңымнан еріп баққан шәкірттер көп қой. Менің соңымнан құрметтеп келе жатқан бауырлардың бәрі мені шәкірт. Дәл мен құсап енді кезінде бізде өңіректе жүргенде атқа мініп, қолымызға құс қондырып, соңымызға таза етіп шыққанда біраз шәкірттер шыққан. Ауылдың жартысы шәкірт болып еді, өткенде барсам атқа мінетін адам болмай қапты. Мен кетіп қалған соң, ұстаз кетіп қалған соң ба. Бірақ өнерде асабалықта көп қой шәкірттерім. Соңымнан ерген жақсы шәкірттері бар. Соның бір Құрманғазы Алиман,
Жоқ, енді оны білеміз ғой, Құрманғазысы бар, басқа. Бірақ анау ән күйден сабақ берген кезде бір әнші, күйші болып кеткен бір шәкірттеріңіз. Одан да өкінішке орай ешкім шықпапты ғой. Өзімнің де сода, иә. Сол өзімді примерно сол сіздің заочный шәкіртіңізбін ғой деймін мен осы. Солай болу керек, аха. Мен сырттай еліктеп маған неткенсің ғой. Аха. Былай тікелей баруға тікелей менен сабақ алуға сенің дәртіңде жанамай. Солай болды, солай. Небір даусыз дарындар табиғи таланттар ғана оқыдым менен. Сенің деңгейіңде жете қоймайды деп ойлаймын. Менің ән күйдегі сабағым, менің ана нотаны жеткізуім. Си минорлар ма? Си минор, ля минорларды, мажорларда бұл өте бір ғанибет қой, оған шын сен талабың келмейді. Рас екен. Енді аға білесіз, Қарағанды қалжыңдары деген бір жақсы кітап шықты. Менің қолымда отыр. Шоқшин Азамат деген ағатайымыздың кітабы, Қарағанды қалжыңдары. Парақтап отырсақ сіздің есіміңізден көз сүрінеді енді. Осының ішінде жиі кездесесіз. Мен өзі қалжыңдарда жиі кездесем. Жалпы Қарағандыға өкпем жоқ. Мен ауылдан үйрене алмай сырттап жүргенде, саяқтап жүргенде Ерлан Төлеутай, Ерлан Құжманов бастаған ағаларымыз, құрмаш ағаларымыз бастаған, Руслан Қайрат айтпай бастаған достарым құшақ жайып қарсы алды. Содан бауыр бас кеттік қой. Қасымда аңқылдаған Руслан бір әңгіме айта кетейін қалжыңдарын, Руслан Нұрбай, атақты Руслан Нұрбай бар қасымда. Айтыстың дүлдүлі Мақсат Ақанов бар, Сәттібай бар, төртеуміз такси жалдап үйге келдік. Ол кезде мен Майқұттан 14-ші микрорайонда тұрамын. Содан жаңағы аңқылдаған шопырда өзіміз сықатты аңқылдаған екен, үйдің жанына келіп боксап айтады. Содан ана көмектесіп жіберейік деп Руслан аңқылдаған ортасына тұрып алған Жигулидің. Мен бір жақ ортасынан екі жақ шетте екі тақыс қу Мақсат пен Сәттібай тұрып апты. Содан Руслан аңқылдап, "Все, Рекуш, взяли деп тұрған уақытта. Мәшиненің артынан бөлігі қара жерге, тақыр жерге, құрғақ жерге ілтті де, атып шыққан бетте жарықты Руслан екі бетінен лайға қалды. Тарс ете қалды. 50% жоқ, 50%. Менікі бір енді 30-40%. Ана екеуде түк жоқ, лай жоқ. Олар қуға шетінен бүйтіп өтірік деп жүрген. Русланның аңқылдағанын айтамын да, аңқылдақ қой өзі. 50% өзі құлап жүреді сөйтіп. Содан үйге келдік. Жартылай 50-50. Жарықты Руслан ол триконда жұмап, түлкінің терісі қызатып илеп-илеп қойып қой. Шалбарды илеп-илеп пакетке салып алған. Тәрді кетерде аяқ киім жоқ дейді. Үй қалай жоқ, аяқ киім жоқ деп. Сөйтсе өз аяқ киімін өзі танымай. Ана аяқ киім қыш болып кетіпті, қыштан салған бәтіңке. Саман кіріп шелестеген ғой. Саман кіріп шелестеген бәтіңкені алып, нені қалтаға салды да аттанды. Руслан деген аңқылдаған. Содан бір күні Сейіл Аяғанов ағам бар, атақты Мырзабек бар, үшеуміз Балқашқа тойға барып келе жатып түнде бәрімізге бір шапан кигізген. Бұл енді ноябрь қарашаның, қазанның аяғы қарашаның басы қара суық. Жылан қабық, мұз қатқан Ақсу деген дәмхана бар, Ақсуда Қайрат деген. Соған бардық қой, бір шапан киіп бардық бәріміз түнгі үштің кезінде. Ондай мұрағы бар шапандар желіп кетеді дейді. Содан ана сатушы, неге түн ішінде шапан киіп алғансыздар десе, Сейіл ағамыз деді, наурыз деді. Ойбай, күзде қандай наурыз? Бұлы бер. Содан ана бейшарада аңқау екен, құтты болсын, наурыз құтты болсын дейді. Сейіл ағаны тілге тиек етіп жатсыз. Қайрат Асқаровқа қоңырау шалыпсыз ғой? Иә, ойбай, ол бір келді. Мына кітаптың ішінде бар, соны аузыңыздан естісек. Мен телевизорда қойып қойса, бір сақалды шал қаусаған енді. Бір-екі күнде өлетін шал ғой. Ән айтып жатыр екен. Сосын Қайратқа звондадым. Ел арна болу, ел арнада Сейіл Аяғанов ән айтып жатыр деп телефон тастай салдым. Аңқылдап Қайрат жүріп барда телевизорда қосып қалса, жаңа шал ән айтып жатыр екен. Ойының шұқырлығын айтамын да, қайтадан маған звондады. Тілеш, біздің үйде ел арна көрсетпейді екен, бірақ Сейіл ағамды құттықтап, звондап сүйінші сұрадым. Ол бір үйде қонақта отыр екен. Аңқылдап көрші үйден көруге кетті, жүгіріп кетті. Ойбай, ойнап айтам. Жоға мен енді айтып қойдым ғой, болмайды деп. Содан шаруа бітті. Содан Секеңді көрген сайын Қайрат есіме салады, көрдіңіз ба, Секең сізге суық, самарқау, сүлесоқ, салқындау қарап жүр. Бұл кісі өкпелесе қатты өкпелейді дейді. Содан мен Секеңе барып, ағам маған өкпелеп жүрсін, жоқ қылым, айналайын саған өкпелеймін. Кездескен сайын айтам. Жоға саған өкпелеймін, құдай соқпасын, не үшін өкпелеймін деп. Мен оны білмеймін ғой десем. Содан мен Қайратқа айттым, сен менен не де болса, как раз неде каргуде не болып, бір мүшайра болып, сонда барса Қайрат айтады, түрі суыда сізге деген, ол өте қатты жүрегіне беріш болып қатты. Ойбай, қиын болды. Сосын мен айттым, Секеңді алып шығайын, сен
табыстыр, кешірім сұра деп. Сосын Секеңді ән тыңдап отырған жерден алып шығып, Секе, сіз маған шын бір кешіріңіз, мен бір бауырым байқамай қалдым десем, жоқ, не болды деп артыма қарап қалсам, қайрат қашып барады. жылғамен. Бәрекелді. Аға, енді сіздің жалпы осы біздің аймақтағы, осы төңіректегі біраз айтқыштармен араласқаныңыз белгілі. Жана жай емес, осы бағдарламаның басында Қоңырат атайыңызды тілге тиек етіп жаттық. Сол кісілерден жақсы әңгімелер, әзілдер, керемет жанға түйіп болатын сөздерді қалды ғой, қағытпамен қалжыңдарда қалды. Солардың басын босатып отырсаңыз деген ойдамыз. Енді ол кісілер даланың ғұламалары ғой. Марқұм Қоңыр әкеміз, Халила әкеміз, қазір Айғыржалда Қайыржан ағамыз қалды, Жұмыскер ауылында Балтекең Балтабай ағамыз бар. Бұл кісілердің енді сөздері ғажап қой, ғаламат. Бірде Қоңыр ағам айтам, қоқа далаға шықтыңыз ба десем, даладан кеше келдім, дала қан сасып жатыр дейді. Даланы қан састық келдім дейді. Қойыңызшы десем, нанбасаң өгіл қаракераттың шашасынан қан тамып тұр дейді. Айтқыш қой. Бірде Балтекең әкемізге айтыпты. Балтекең әкеміз Қоңырға айтады дейді, иттің сұлуы менде тұр, келіп көрсін деп. Сосын қоқан көрсе, қоқанға ит ұнай қоймапты. Аса қатты ұнамай. Сосын енді итің жаман десе ренжитін қазақпыз ғой. Қалай дейді, Балтекең айтады дейді, қалай мына тазы. Қырғызылықтың кейбір келіншектерінен сұлу ғой, десе Қоңыр айтады дейді ғой, ай Балтабай. Астыңда ат, түлкіні қуып келе жатсың, шарфың кеткен далақтап, аузыңа су қатқан, құрыңға айналбайнал бүлдіргесің мына жерге қатықпаған, түлкі алдыңда, мына тазы артыңда, жар кездессе өлдің ғой деп айтады. Шіркітай деш. Жана естедік. Ән-күйден ұстаздық қылған екенсіз. Әннен де ауылыңыз алыс емес шығар. Мына сіздің замандағы көш әндеріне тоқталғымыз келіп отыр. Бір есіңізде қалған, сіздің жастық шағыңызды елестететін көш әндерін білесіз бе? Қандай әндерді айта аласыз? Енді әңгіменің басынан бастап кетейін. Ол кезде бір керемет заманның бір қиындау кезі болды. Бір жердің барып жұмыс істеу керек болды. Менің мамандығым бойынша мектепте болмады жаңағыдай. Тарих пәнінен сағат болмады. Сосын маған ән күйді берді. Негізі мен Сержан мен Дәуренбекке кездескенге дейін тәп-тәуір әнші болатын. Біздің кезімізде көше әндер көп болатын. Біздің кезімізде ең керемет хит дейді ғой қазір тілмен айтқанда. Ақ гүлдер, көк гүлдер, бәрі де гүлденер. Таңертең мазалап самал жел, айлы түн астында, ақ гүлдер қасыңда, өзіңді сүйгөздім, басқаға айлы түн астында, ақ гүлдер қасыңда, өзіңді сүйгөздім, басқаға. Бәріне кінәлі, бәріне кінәлі, бәріне кінәлі, жалғыз сен. Қоштасып тұрғанда, бозарып таң атты, сол таңдар неліктен тез атты, қоштасып тұрғанда, бозарып таң атты, сол таңдар неліктен тез атты деген ән ғой баяғы. Иә, осы. Сіздердің уақыттарыңызда хит еді мынау енді. Иә, біздің кезімізде мұңдылау болушы еді, сен жігерлендіріп айтыпсың. Ол кез біреулерге ғашық болып жүресің, солай болды ғой. Көке, айтыстарыңызды көріп жүреміз ғой. Бүкіл айтыста сіздің аңшылығыңызды әңгіме қылады. Тазы жүгіртіп, таз ұрлайтыныңызды әңгіме қылады. Өзіңіздің аузыңыздан естейікші. Таз иттен басқа не ұрладыңыз? Баяғы бір атақты ұры дүниеден қайтқанда жаназасын шығарайын біреу айтады дейді ғой. Жақсы адам ба десе үндемейді дейді. Жақсы адам ба десе үндемейді дейді. Үшінші рет. Жақсы адам ба десе біреу айғайлайды дейді.
Малдан басқаға зиян жоқ. Иттен басқаға зиян жоқ. Әдемі жауап. Иттен басқаға зиян жоқ. Құдай көпсінбесін ағатай. 8 баланың әкесісіз. Аллаға шүкір. Батыр әке, батыр анасыздар, жеңгем екеуміз. Енді сал серсіз ғой. Қазақтың шариғатта да бар, осы баланы көбейттіңіз, жеңгей санын көбейту ойда жоқ па? Сонда маған қалың туғайна демексің ба? Батыр ананың қасында жатудың өзі батырлық қой деп ойлаймын. Мүлдем ойымда жоқ. Ол туралы ойланып та көрген жоқсыз. Ойланасың ғой. Бірақ олардың бірдей теңсіздайтын кәдімгідей дәулет керек біріншіден. Екіншіден енді мен үшін отқа да түскен, суға да түскен, мен үшін талай-талай 8 рет өліп тірілген ғой. Енді мысалға 8 құрсақ бала туып, менің ұрпағымды көбейтемін деген әйелімнің жүрегін жаралап кету маған олайсыз да Өте керемет, өте керемет. Мен оны ойлап та жүрген жоқ. Мына жаңа шариғат деп жатырмыз ғой. Өзі бір сөзге түрткі ғой әрине. Иә, жатқан қоян, қашқан қоян ойды. Иә, сол сияқты мынау ғимараты, мекемесі жоқ, масқаптағылармен ара қатынасыңыз қалай? Жақсы. Ешкімді бөле жармаймын. Адамның бәрін сүйемін. Сержан айтады досым, Құдай жоқ деген кітапты да оқу керек дейді. Онда не айтқысы келіп тұр дейді. Сол айтқандай, менің дініме қарсы келетін адамның бәрімен мен жау емеспін, бәрімен ауылым, бәрімен доспын. Тілеген ағамның ауылына бірде КамАЗбен бір қызметкерлер келіп, орыстар болса керек. Иә. Дүйсенбі күні магазин сұраған ба сізден? КамАЗ емес, ана бір 5-6 орыс жетіп келді. Біздің ауылда өзі бір мұржасы қисық болса түтіні түзу шыққан ауыл, біздің ауылдағы орыстың өзі қазақша біле қоймайды, шынның керек, иә. Көршіміз неміс болды, қазақ. Ол енді жол кейіннен мына тапарға қарай өшіп кеткен уақытта соғым сойдың ба десе, бісміллә деп айтатын бір адам таппай жүрмін, сойылмай жүрмін. Па, шіркін. Әлі тұрып, осы жерде тұрып. Керемет. Герка деген. Бір бісміллә деп бауыздайтын адам таппай жүрмін деп жүрген адам. Бала кезімде ғой, колонкадан су алып тұрамын, құдықтың басынан бір машина орысша жетіп кетті, Жигулимен. Орысша айтады, анау магазин қайда дейді, енді көрсеттім магазинді. Магазин сегодня не работает, сегодня воскресенье деймін. Мен байғұс демалыстың бәрін воскресенье деп жүрмін ғой. Ты че, сынок, сегодня же понедельник дейді. Нет, воскресенье. Екеуміз біраз аласып қалдық. Не работает сегодня воскресенье деп. Сосын барды да түсінді, сөйтсе выходной день понедельник деп тұр ғой, соны айтады. Выходнойды воскресенье деп отырсыз ғой сіз. Воскресенье деп. Қазір қалай орысшаңыз? Баяғыда Жезқазғанға барып, сосын анам марқұм маған Жезқазғанда тұз арзан, бір қап тұз ала кел деп. Сосын астына барып накладной жаздырып алып кел деді. Накладной жаздырып алып келсем, Қайыржан деген аңшы досым бар, қу. Сол айтады, мына есікті қақсын деп айтты, сыртында ештемесі жоқ есік екен. Барып есікті түңкілдеп жатсам, жақтан бір көкбет әйел атып шықты да аттан салды. Что, терпеть не можешь деп. Сөйтсем туалет екен жаңа. Мен де ұрысса кеттім. Я откуда знаю? Я думал, это кабинет деп. Сөйтіп бір орыспен ұрысса кетеген, өзім көйлегімнің бөзі болып бір ұрысқа суып салып орысша сөйледі. Қазір қалай орысшаңыз? Қазір орысшам жаным қиналса сөйлеймін. Ешкім жоқ жерде. Иә, менің өзі шаш алатын бір орысым бар, ыңғайымды біледі, сосын машинемді жөндейтін бір орыс бар. Қалғанына жолай қоймайды. Қалған жолай қоймаймын. Бір күні бір машинемді алып барып жаңағы дядь Саш, у меня свистит, шаровый деймін. Он говорит, если свистит, не шаровый, если свистит, это почевник дейді маған. Мен айтам, нет, я же знаю, свистит, значит, это шаровый деймін. Нет, дейді. Нет, дядь Саш, когда яма будет, қырқыртсым, скрипит. Қасымда еще сәтті менің орысшам даңдып жүр, мен білдіртпей сөйлеп жүріп, мұрнымның астынан. Сондай бір жақсы бір орысшаларым бар, өзім нан алатын. Бүркітпен аң ауладыңыз, итпен де шықтыңыз, даланың сәнін салтанатын құрдыңыз. Баяғыда бір достарыңызбен жиылып бүркітпен аңға шығыпсыз ғой? Иә. Бүркіттіңде енді бүркітті 9 үйір жылқысы бар, 9 ұлы бар адам ұстайды дейді. Негізі оңай бейнет емес. Иә, дала қан саситындай қан сонар еді. Жарықтағы достарым шақырып, бүркітпен шығамыз деп. Бүркітші Төлегім бар, Марқаш досым бар. Сосын Сико деген досым екеуміз Үңіріктен жарыққа шықтық. Таз ертем дейді. Мен айтам, тазын ертпе, бүркіттің қызығын көреміз. Ерте салайық, жоқ ертпе, бүркіттің қызығы. Бүгін нағыз бүркіт қызықтайтынды.
тазының бәрін тастап барып қонақ болып табақ астап еттерін жеп моншасына түсіп таңертең шықтық қой. Содан жарықтық түлкінің бабы, бүркіттің бабы келіспеген ба, ұшырып жібермек, барып қалықтап барды столдардың басына қонды. Сағат 11-ге дейін бүркітке тас лақтырдық. Уақыт өтіп барады. Содан әйтеуір жалпылдатып түсіріп алды, сосын Сарысуға барып, өзіміздің Сарысуға барып, ағылшындардың заводы бар ғой. Соның үстіне қоянға салып түсіріп ек, тағы да сол жерге барып, заводтың басына барып қонып алды. Әйтеуір заводтың маңайында тас көп екен. Содан сол күні күніміз бүркіт аулаумен болды. Содан досым айтады, ал, бүркіт қызықтайтын күн, қызықта дейді маған. Қан сонар қар тізеден келеді. Талай қызық болған. Өте керемет. Көке, жоқ іздеу деген өлеңіңізді жақсы білеміз. Тыңдап та жүрміз. Бауырларыңыз да сүйсініп оқиды. Жоғыңызды таптыңыз ба? Ондай қазанат тауып алуға болатын шығар, бірақ ондай азамат таба аласың ба, таба алмайсың ба? Әлі тапқан жоқ. Желсе жер танабын қуырған, шашасы терге жуылған, шоқтығы алатаудай, қабырғасы қаратаудай, қос көзі жұлдыздай, терісі құндыздай, қос құлағы ашасындай бақанның, қостанауы аузындай апанның, бұтынан бұлан өтетін, қолтығынан құлан өтетін, сауырына сарарқа сиятын, жауырына жаңарқа сиятын, екпіні тас құлатқан, жанардан жас құлатқан, жортса жотадан жотаға жоситын, кісінесе кісі шошитын, тұл құйрығы бір тұтам қазанат іздеп келемін. Тәнімді самалға сергітіп, ас орнына жел жұтып, алақаныма бөрі бұршақ салғанымда, бүгіліп бөрі құрсақтанғанымда, сүрінгенімді білдірмейтін, дұшпанымды күлдірмейтін, бармағым бүкпейтін, жауымды бүктейтін, қауіптің қара бұлты тұрса да, қабырғасы сынса да, қабағын шықпайтын, туымды жықпайтын, мұзға салсаң, табанына сыз батпайтын, шоққа салсаң, табандап міз бақпайтын, жауырыныма қадалған жебені тісімен жұлатын, өлгенде тәнімді желкенбей жуатын, аузымды толтырып айтуға тұратын, азамат іздеп келемін. Азамат іздеп, қазанат іздеп, қаңғырып, қаладан далаға, даладан қалаға, қаңғырып, күнді түнге, түнді міне таңғырып, табалмай келем қарағым, табалмай түбі қаламын, қиялдай, қиялдай мен осы қияли болып барамын. Төу, бәрекелді. Бәрекелді, рахмет аға. Біраз сөйлестік. Таңдай жібітіп, қымыз ішіп алайық. Сөйтейік. Қымызға барып жалғастырайық әңгімені. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Үйдегі қимай-қашы тірлікті тастап, мал жанды тастап, бауырларымыз хабарласты ғой деп бірден. Үш атты тастап жетіп келдіңіз. Алла разы болсын сізге. Болашағыңыздың қызығын көріңіз. Ал енді шығайық. Рахмет. Жақсы болды әдемі. Рахмет. Шықсақ шығайық. Эй, шәрбиттерді қамай сал, тілеген шығып барады. Тілеген қойған, қазір қартайған. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет аға.